Баршаңызға сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздермен бас ауруын үй жағдайында дәрі-дәрмексіз емдік шайлардың көмегімен емдеуге болатын әдістермен бөлісетін боламын. Алдымен арнамызға жазылып қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Бас ауруы кенеттен пайда болып, бірден жағдайыңыз өзгереді. Ауруды басу үшін дәрі ішесіз, алайда басыңыз ауырған сайын дәрі ішсеңіз, соған тәуелді болып қалуыңыз ғажап емес. Сондықтан дертіңізді дәрімен емес, үй жағдайында мына әдіспен емдегеніңіз жөн. Бас ауруының себептері: суды аз мөлшерде ішу, алкогольді көп ішу, төсекте ұзақ жату, бөлме температурасы, ауа ылғалдылығының төмендігі басыңызды ауыртады. Егер белгілі бір дерттің салдарынан басыңыз ауырса, онда дәрігерге тексеріліп, қажетті ем шараны жасаңыз. Ал егер себепсіз басыңыз ауырса, онда мына әдіс арқылы ауруыңызды емдейсіз. Түймедақ шайы ауруды басатын қасиетке ие. Күніне 3 рет түймедақ шайын ішетін болсаңыз, бас ауруынан айығасыз. Асқазан мен ішектегі мәселеңізді шешесіз. Оған қоса иммундық жүйені нығайтып, суықтан қорғайды. Шайды дайындау үшін бір ас қасық түймедақ үгіндісін бір шыны қайнаған суға араластырып, бетін жауып қоясыз. Шамамен 5 минуттан соң сүзіп алып, ем ретінде ішіңіз. Жау жапырақ шайы бас ауруын емдейтін супер дәрі. 3 ас қасық кептірілген шөпті 1 стакан қайнаған суға салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен жарты сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 2 ас қасықтан әр 2 сағат сайын ішіңіз. Жау жапырақ шайы жүйкені тынықтырып, құлақтың шуылын басады, әрі ұйқысыздықтан арылтады. Шүйгін шөп шайы басыңызды дерттен қорғайды. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған шүйгін шөпті ыдысқа саласыз. Үстіне 1 стакан қайнаған су құйып, отқа қойыңыз. Баяу отта 4 сағат қайнату керек. Сосын оттан алып, ыдыстың қақпағын мықтап жабасыз. Тура 10 минуттан соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Аскөк дәні бас ауруын емдейтін бірден-бір дәрі. 1 ас қасық аскөк дәнін жарты стакан қайнаған суға араластырып, 5 минут тұндырып қойыңыз. Осы уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, аз-аз жұтымнен күні бойы ішесіз. Пияздың қабығы басыңыздың ауырғанын басып, вирустан қорғайтын қасиетке ие. Пияздың қабығын тазалап, жуып, ыдысқа салыңыз. Үстіне қайнаған су құйып, отқа қоясыз. Тура 2 минут қайнатып алып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, жарты стаканнан ішесіз. Емді күніне 3-4 рет қайталауға болады. Даршын шайы бас ауруынан арылтады. Ол үшін 1 грамм ұнтақталған даршынды стаканға салыңыз. Үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Жарты сағаттан соң дайын болған тұнбаға жарты шай қасық қант қосып, аз-аз жұтымнан ішесіз. Қалған тұнбаға матаны малып алып, самайыңызға және маңдайыңызға таңсаңыз болады. Жоғарыда берілген қайсы емді қолдансаңыз да керемет нәтижесін байқайсыз. Ендеше басыңыз ауыра бастағаннан ақ дереу емдік шайды дайындап ішіңіз. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Пайдаланып көріңіздер. Ем болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар. Арнамызға жазылып қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар.